ханым, қош келдіңіз. Жайғасыңыз, қалың. Гүлбайраны барлық қырынан білдім, таныдым. Жерде не көріп отырмын мен? Гүлбайра вечно солай жүреді ғой, сол үшін жігітті жалықтырып жіберген. Неге онда ойға келіп отырсыз? Себебі мына жерде енді Гүлбайра жылап отыр, өзінің айтып отыр. Дихан жақтан бір жерде бір взглядты көрген жоқпын да, басында қалай Гүлбайра үшін өліп тұратын Дихан уже бәрібір отыр. Мүмкін араларынан бірдеңе болды? Мүмкін оның да қызға бағана Назым айтып кеткенде, негізі ол темада мен де болғанмын, мен де естіген болатын ол нәрсені. Сол қызғаныштың да тақырыбы болуы мүмкін. Білмейміз ғой, енді бұлар сұрап отырмыз, бұлар айтпай отыр, олар іштен шығарайын деп жатсақ та қанша адам сұрап шықты, бәрібір шығарытпай отыр. Білмеймін не істеп отқандары, негізі екеуі де біреу айтатын ма десек, екеуі де айтпай отыр деген сияқты ғой. Бір таныстық тоқтайтын көріп тұрмын негізі. Өкінішке орай. Жазылып кетіңіз, ауырмаңыз. Қалайсыз, Мерей? Барлығы жақсы, шүкір өзі. Кеше бағдарлама барысында кішкене ауырып қалдыңыз. Негізі ауырып жүргеніме негізі 2 апта болды ғой. Сол 2 аптада негізі тұмау болып басталған нәрсе еді. Скорый шақырсам, больницаға барсам, гаймориттің салдары бар деп жатыр. Сол себептен адамдарға айтқым келеді. Ауырсаңыздар, бейжай қарамаңыздар. Себебі сол кезде мен 5000 теңге дәрі алсам болады деді, соны емдеу үшін. Ал қазір одан да 10 еселеп ақшамды шығарып жатырмын десем де болады. Ойнайтын нәрсе емес екен негізі ауру деген. Түсінікті, енді ортада бізде Гүлбайра мен Дихан отыр. Негізі бұл жерде бағана айтып кеттім ғой, кімге? Диханға? Жоқ. Дәулетбекеге. Дәулетбекеге айтып кеткен болатын. Қалай жақтырмай, не істеу керек еді жақтырмау үшін деген сияқты. Қазір ойланып отырсам, негізі енді айтып жатыр ғой Гүлбайра, мен өзім не үшін жазбайсың деген сияқты сұрайым деген сияқты. Қазір мен көріп отқан нәрсем жігіттің интересі кетіп отқан нәрсені көріп жатырмын. Уже жігітке бәрібір Гүлбайра көбінесе етті сатып алатын егер жастағы ата-әжелер, ағалар, апалар да өшім айтқанда сіздерге енді етті көрсеткенмен бағасын мүлдем көрсетпейді екенбіз. Қазір сіздерге көрсетіп боламыз. Мысалға бізде қазір баға түсті. Например, баяғы белі омыртқаның бағасы 3800 болса, қазір 3500 теңге. Шынымен де өтірік емес. Мысалға қабырғалар бұрынғы ценасы 3600 болды. Қазір 3300 теңге. Сосын не бар? Например, төсеті бұрын 3600 болса, қазір 3300. Ең көп алатын жамбасты алайық. Бұрын жамбас 4200 теңге болып, қазір 3900 теңге. Мен даже сенбей отырмын, сенбей айта алмай отырмын. Міне, реальный баға, міне, қазір көрсетіп. Бұрынғы ценалар жоқ. Әлде қайда арзан.